эфирде Жүзек FM. Қайырлы күн қадірменді тыңдарман және ардақты көрермен, эфирде Жүзек FM, ал микрофон алдында мен Асылбек Ишан. Ғабит Мүсірепов театрды хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер деген екен. Сонау сан ғасырлардан бері халықтың сұранысы төмендемей келе жатқан осынау ұлы өнердің бізбен сіз білмейтін тылсым сырлары көп, және біз бүгін сол тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Ендеше бүгінгі бағдарламаның қонақтарын таныстырып өтсем, жергілікті Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрының актері Нұрбек Сейісхан және аталған театрдың әдебиет бөлімінің меңгерушісі Артур Яхуда. Ал құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Бүгін енді әсерлі сырлы сұхбат болатын шығар деген ойдамын. Артур мырзаны негізі жергілікті өнер сүйер, өлең сүйер қауым осы Құрманғазының тумасы ретінде жақсы таниды. Ал Нұрбек Сейісхан қай жақтың тумасы және Атырауға қалай тап болды? Біздің енді туған жеріміз сонау Алтайдың ар жағы Моңғолия дейтін елден, содан 91-де осы Қазақстанға келгенбіз. Сол орталық жақтан, сосын осы жаққа оқу бітіріп, театрға шақырумен келіп қалып, сол Атырауға тұрақтап қалған жағдайымыз бар. Қай жылдары келдіңіз, келуіңізге кім себепкер болды? Яғни сіз жүргеновтің түлегісіз ғой, иә? Жоқ, мен Астанада ол кездегі Қазақ ұлттық музыка академиясы, қазір енді Қазақ ұлттық өнер университеті. Иә, Күләш Байсейітов атындағы. Сол оқу орнынан тәмамдағам. Сол жерден сол жақта жаңағы 4-ші курс бітіріп жатқан кезде жан-жақтан шақыртулар жұмысқа әр облыстан келіп сөйтіп жатқан кезде осы Атыраудан ол марқұм ол кезде театрдың директоры Қойшығұл Өмірұлы Жылқышиев мырза, сол кісі өзі барып бізді группадан біраз студенттерді шақырып жұмысқа сөйтіп кеткен. Сол таңдауымыз Атырауға түсті. Соңында ақылдаса келіп, сонымен Атырауға келіп қалдық. Бірақ негізі мүмкіндік болса Астанада қалып қою немесе Алматыда өзімді сынап көру деген жоспар болған шығар, иә? Жоқ, ол мүмкіндік болды. Ол жерде қалып қоятын да мүмкіндік болды. Бірақ біз ол кезде жаспыз ғой. Неге екенін білмеймін. Мен өз басым енді далада өскен бала болғаннан кейін сол Астана үлкен қалаға көп шыдамай қашып жүрдім да, содан 4 жыл әзер оқып шықтым сол негізі қаланың ішінде. Содан кейін осындай тыныштау жерге қарай қаштық. Сол кезде әйтеуір Атырауға бір бүйіріміз тартып келдік. Сөйтсек, Атырауда негізгі өміріміз осы жерде тұр екен. Алла өзі сөйтіп алып келеді ғой. Ешқандай туыс жоқ, таныс жоқ, тәуекелге бел болып келдіңіз, иә? Енді қазір сіз Атыраулық болып кетті деп айтуға болады ғой сізді. Болады айтуға. Енді Артур Яхуда біреулер ақын дейді, тағы басқа дейді. Енді театрдың майталманы деп те айтып қалуға болатын шығар қазіргі таңда. Бірінші кезекте өзіңізді кім деп айта аласыз? Бірінші кезекте сұрағым өте ойландыратын сұрақ екен. Бірінші кезекте жалпы өзімізді қарапайым адам ретінде сезінемін. Және өнер жанашыры, өнерге еңбек етіп жүрген адам деп есептеймін. Соңғы уақытта жаңа театр саласында еңбек етіп жүрміз. Осы өңіріміздегі Махамбет театрын дамытуға, оның жаңа көркемдік бағыттарын күш қосуға, жаңа септік тигізуге еңбек етіп жатқан жайымыз бар. Содан кейін ақын деп енді өз-өзімізді айта алмаймыз. Халықтың өзі айтуы бойынша ғана сол есептелу керек. Енді әртүрлі жиындарда өзіңізге қалай деп таныстырған ыңғайлы? Жиынға байланысты ақынды ортада ақын деп таныстырған жақсы. Театр саласында театр маманы деп таныстырған ұнайды. Биыл жасыңыз 40-қа келіп қалыпты, иә? Енді бір осы өнер жолындағы, өмір жолындағы бір есеп беріп, шығармашылық кеш өткізу жоспарда жоқ па? Шығармашылық кеш өткізу жайлы негізі ойлаған. Жылдың біз етікші бізге жармайды деген сияқты біз жазуға кішкене жалқауланып сөйтіп жаңа жар бермей. Өнерге өзіңізден кейін келген інілеріңіз де өткізіп жатыр ғой, мысалы? Сол биыл жоспарлағанбыз, осы наурыз айында өткіземін деп жоспарладым да. Мен күзге қалдырдым, күзде бұйырса поэзиялық кешім театрда өтеді деген ойымыз бар. Театр қолыңызда әйтпесе. Енді мен өзім жергілікті театрға жиі барам, иә. Осы режиссерлар жиі басты рөл беретіндей Нұрбек Сейісхан феноменінің сыры неде?
оны енді негізі ол басқа режиссерлардан сұрау керек шығар басқа десең. актерлардан мысалы әртістерден енді артықшылығым деп айтсаңыз бәлкім сәл томпақтау болатын шығар, бір ерекшелігім неде деп ойлайсыз өзіңіз? Ол енді кейде мысалы режиссерға удобный адам болады өзіне, жаңағы ыңғайлы, өзіне жұмыс жасауға ыңғайлы адам болады да. Сол жағынан енді мынау өзі жалпы актерлық мамандық дейтін пластилин болу керек дейді ғой. Қай қалыпқа салсаң да келе беретін, қандай қалыпқа салса да. 3 бұрыш болса 3 бұрыш болып, 5 бұрыш болса 5 бұрыш бола қоятын. Сол жағынан келгенде ыңғайлау болармын деп ойлаймын режиссерларға. Жаңағы сөзді тездетіп жаттап алып, сөздерін тездетіп айтып, жұмыс жасап кетулеріне ыңғайлы болғанса ала беретін шығар деп ойлаймын. Енді бір асып бара жатқан ерекшелік жоқ ау. Түсінікті. Енді сізді негізі жас кезіңізде көп Артур Ибраев деп танитын болды. Кейін Артур Ибраев қалай Яхудаға айналды? Қандай мағынасы бар? Осы сұрақ жиі қойылады, себебі Яхуда дейтін менің әкемнің азан шақырып қойған аты болатын негізі. Бірақ құжатта басқаша жазылып кеткен. Сосын студент кезде енді ақында имидж дейтін нәрсе болады ғой. Соған сай жаңа өлең шығарып бастап, кітабын шығарған кезде сондай ой келді. Содан Яхуда өзгерткен фамилияда. Содан әдеби ортада солай танып кеттім. Құжат бойынша? Құжат бойынша Ибраев. Бұл бір жағынан псевдоним деп те айтуға болады, бір жағынан шындыққа сәйкес келеді, ойдан алынбаған да. Өмірде бар адамның аты дейсің. Енді Нұрбек Сезхан енді көп ұзамай дейікші, осы жергілікті театр сүйер көрерменнің сүйіктісіне айналды деуге болады. Бірақ бір жылдары осы Атыраудан арман қуып дейміз бе, әлде өзінің еліне оралып дейміз бе, кетіп қалды. Оған не себеп болды? Әлде провинция тарлық етті ме? Жоқ, ол енді бір аса бір үлкен алып бара жатқан ондай ешқандай себеп жоқ. Мынау жалпы ол кезде де мен сол Атыраудан бір Атырауға сыймай кеткен ештемем жоқ, жаңағы қимай кеттік бұл жерде. Бірақ сондай бір тағдырдың тәлкегімен келеді ғой, бір адамның өзі бір сол кезде бір Астанаға бару керек жағдай болды. Себебі кішкентай баламның денсаулығына байланысты. Сонымен сол Астанаға барып, өйткені мына жақта жатырмыз да, ана жаққа қайта емдетуге барамыз да, содан кейін сол жақта тұрып көрейік деп шешіп сөйтіп түбегейлі көшіп бардық. Оған болмады. Содан кейін 1-2 жыл аялдап қайтып көшіп келдік қой. Түсінікті. Артур мырза, сізді осы танымал жергілікті жазушы Рахымжан Отарбаевтың жиені деген рас қой, қаншалықты рас? Рахымжан Отарбаев менің туған ағашым. Ол кісінің Мария дейтін қарындасы бар, содан туған балам. Сол. Ал енді сіздің осы жастайынан театрда тұрақтап қалуыңызға сол кісінің қаншалықты ықпалы тиді деп айтуға болады? Ол кісінің ешқандай ықпалы тиді деп айта алмаймын. Себебі мен студент кезімнен бастап осы ақпарат саласында жұмыс жасадым. Атырау Тудай дейтін газет болды, Алтын Орда деген газет болды, сонда тілші болып жұмыс жасадым. Театрға менің баруым жаңа бір несі, себебі жаңа Нұрбек айтқандай Қойшығұл ағайымыз ол кезде шығармашылық орта болды, Армантау дейтін клуб болды. Сол арқылы Қойшығұл ағайым шақырды театрға. Өзі басшы болып тұрған кезде. Басшы болып тұрған кезде шақырды, сол барып содан тұрақтап қалдық. Түсінікті. Нұрбек мырза, сіз Астанада да театрда еңбек еттіңіз ғой, Иә, Қуанышбаев театрында 2 жыл сол жерде актер болып еңбек етіп. Енді сол бәсеке көп Астана театрлары мен осы Атыраудың өнер ортасын салыстырып не айта аласыз? Қандай өзіңіз ойға келдіңіз, қандай қорытынды жасадыңыз? Ойылжақты мойындату қиын болды ма? Енді бір анау айтқандай бір мойындатуға тырысқан да жоқпын жалпы. Себебі өзі барып алғаннан кейін қайта жаңағы орманға қарап ұлыған қасқыр ұқсап Атырауға қарап тұрып жүріп қой. Сонымен ол жерде жұмыс жасадым, жақсы спектакльдерге де шықтық, ойнадық, роль да алдық.
жаңа премьералардан 3 премьераға 2 жылдың ішінде 3 премьерада ойнаппын мен сол жерде. Мойындату дейтін енді мойындату үшін емес, ол жерде жұмыс өзі жалпы адам жұмысқа келгеннен кейін жұмысын істеу керек қой. Сол мақсатта жұмыс жасалады. Менің өзімнің нем сондай. Ұстанымым біреуді мойындату. Өнерге кәсіп ретінде қарайсыз. Енді ол адам қай мамандықтың иесі де өз мамандығына келген кезде сол мамандығымен сол мамандықта жұмыс жасалу керек. Жаңағы талғамды, жақсы, сапалы жұмыс жасауым керек қой. Соған тырысуымыз керек. Солай сол бағыттан келіп жұмыс жасадық. Жақсы болды ғой. Енді ол жерде бәсеке көп дегенмен үлкен театрдың аты үлкен театр, ол Қазақстандағы енді қазіргі ұлттық музыкалық драма театры дегенмен де мына драмадан барып музыкалық театрдың ішіне кірудің өзі ол жерде жаңағы басқаша деңгей болады ғой. Жаңағы оркестрмен жекелей ән салу, оның бәрі музыка мюзиклдар қойыла ма? Иә, түрлі спектакльдерді, музыкалық спектакльдерді ойнау деген мен үшін кәдімгідей бір не болды, биік шың болды, ала алмайтындай. Сол бірінші рөлім музыкалық спектакльде болды мен. Сонда бір қысқа ғана партиямда айтатын, соның өзінде мен қиналамын ана жерде тұрып. Оркестр ойнап жатқан кезде қай жерінде түсетінін іздеп отырмын. Сол жағына келгенде дегенмен Астананың театры ол Астананың театры. Біздің театрда өзіміздің Атыраудың театрында бұл жерде өзінің жылулығы бар, өзінің творчествосы бар, өзінің жеке творчествосы бар да, анандай үлкен театрдың ішінде сол жылулық пен творчество саған жетіспейді екен негізі. Өйткені ол жерде тез жұмыс жасалады. Суық секілді ма, бәрі салқындау, бәрі уақыты жоқ, сенімен бір жылы сөйлесетін адамның уақыты жоқ деген сияқты ғой. Сондықтан сол жер маған бір өте не болды. Мына жақта ішінде жүресің, өзіңмен өзің кішкентай ұяңның ішінде жып-жылы арасында жұмысын істеп, арасында демалып, сөйтіп жып-жылы болып әдемі творчестволар шыға береді ғой. Сол жағынан келген кезде енді біздің театр ұтымдырақ. Қаллеки театр демекші, мен осы Фигароның үйленуі дейтін қойылымында болғам. Маған ұнады. Сіз ол жерде рөліңіз бар ма еді? Сонда бірінші рөлім сонда болды менің, жаңағы не, садовник. Антонио. Енді студент кезінде кітап шығарған Артур қазір неге бұрқыратып жаза алмай жүр? Әлде бар беретін сол жалындаған жастық шағында беріп қойды ма? Иә, қазір енді әдеби процесстерді өзің білесің ғой, жаңағы шығармашылық деген үлкен нәрсе. Студент кезімізде өнімді еңбек еткенмен, бірақ сапасы жағы өзімше аздау болды деп ойлаймын. Адамның талғамы өседі. Қазір көңіліңіз толмайды ол? Иә, өз өлеңдерім бетін ашып та қарамаймын, қазір көңілім толмайды. Қазіргі таңда енді басқаша деңгейге, басқаша талғамда өзімше жұмыс жасап жатырмын. Бұйырса нәтижесін көрсетіп отырсам деген жоспарым бар. Яғни бір шығармашылық кешіңізде бір жарқ еткен найзағай секілді жаңа өлеңдеріңізді халыққа паш етейін деп тұрсыз ғой? Бұйырса жаңа өлеңдерім бар. Енді қазір таңда танылу, жаңа көпшілікке көрсету дейтін не арқылы болып кетті ғой, жаңа әлеуметтік желілер арқылы. Бұрын біз жас кезімізде жаңа Алтын Орда газетіне бір өлең, топтам өлең шығатын болса, сен бүкіл Қазақстан танылып жатырсың. Біз сондай түсінікте қалып қойдық па, әдеби жаңа әлеуметтік желілерді дұрыс пайдаланбаймын өзім. Инстаграм, Фейсбук сияқты желілерге өлеңдерімді жарияламаймын. Сондықтан жазбай жатыр деп көштен қалып қойдым ба деп ойлайсыз ғой? Жоқ, олай ойламаймын, бірақ жазбай жатыр деп ойлайды да көбі мені. Бірақ мен өзім үшін жазам. Күнде кешке үйде ноутбугыма отырамын, жұмыс жасаймын. Тек қана өлеңдер емес, қазір проза, драматургия саласында жұмыс жасап жатырмын. Оған көп уақыт керек, үлкен еңбек керек. Негізі осы шығармашылық жұмыстар бар ғой, редакторлы, мысалы бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс жасау, ол негізі осы әдебиет саласының өкілдеріне кері әсер етеді дейді, соған келісесіз? Менде сондай ой болды, келсем. Себебі мен газетте жұмыс жасағанда 2-3 жылдай жұмыс жасадым. Бар энергияң, ойың, миың соған мақала жазуға кетіп қалады да. Соны мен жазудан кішкене алыстағым келді да, соған театрға кеткен себебім біреуі сол.
бірақ енді ойлап қарасақ мысалы сізге дейінгі ақын жазушылардың қайда жасады деген кезде сол бұқаралық ақпарат құралдарында, мәдениет саласында, музейдің айналасында жасаған ғой. ондай нәрсе бар ғой. Білім саласында жасаған. Иә. Кім Хемингуейдің бір сөзі бар ғой, жазуды ерінген кезде жаз дейді. Біз мысалы тек қана жазуының арасында отырған кезде ол жаза бергенге ол машықтанасың ғой. Ал былай жазудан алыстаған кезде де сен жазуға бата алмай қалатын кездерің болады екен. Жалпы газет саласында біздің Фариза апайдан бастап Меңдекеш Сатыбалдиев бәрі газет саласында газеттің қара жұмысына қайнап өсті ғой. Бірақ ол жағынан газет жамандай алмаймыз, ол адамға машық береді. Сондай нәрселер. Жақсы, енді Нұрбек мырза, атыраулықтардың осы театрға деген қызығушылығын қалай бағалайсыз? Қазіргі таңда және сіз келгелі бұл жерде бір 15 жыл болды ғой, жоқ деген 20 шақ жыл болып қалды ма? Сол кезбен салыстырып. Театрға деген енді қызығушылық Атырауда қанша дегенмен Атырау өзі мұнайдың орталығы болғаннан кейін, бұл өзі үлкен кәсіптің орталығы болғаннан кейін мәдениетке деген ол қызығушылық аса бір керемет бола бермейді. Ол түсінікті жағдай, қай жерде де солай шығар деп ойлаймын. Өйткені ол көп адамның ол театрға қарайтын уақыты да жоқ болуы мүмкін. Мысалы 2008-де біз келдік осы театрға. 2008-де келген кезде спектакль ойнап жатқан кезде басталайын деп жатқанда светтің бәрі өшеді ғой, жарықтың бәрі қараңғылау өшкен кезде ысқыратын залдан. Концертте отқанда сол кезде қорқатынбыз, біз жап-жаспыз ғой. Содан кейін спектакль ойнап жатқан кезде ортасынан тарс-тұрс тұрып кетіп жатады кісілер, телефонмен сөйлесіп отырады. Театр мәдениеті қалыптаспаған дейсіз ғой. Концертте отырмын дейтін кездер болды ғой, мысалы құдағай кейін соқ концертте отырмын деген. Соның бәрін сахнада тұрып естіп тұрасың ғой. Қазір енді оның қасында әлдеқайда шүкір ғой. Қазір мынау осы жерде біраз фестивальдер өтіп, театрға көрерменнің мәдениет қалыптасып, театрлар, жан-жақтың театрларын көрген кезде, театр деген осындай болады екен ғой деп, театрның әр спектакльдің қазір өзінің көрермендері бар, мысалы, әр қойылымның өзінің жеке көрермендері бар. Көп емес, бірақ мысалы 15 адам бір спектакльдің көрермені болса да, соның өзі бір үлкен жетістік қой. Ол 15 адам ертең тағы бір 15 адам ертіп келеді деген сияқты. Сол үшін жұмыс жасаймыз ғой. Театр деген жалпы негізі пайда табатын жер емес. Театр деген ол өзі жалпы мынау адамға ақыл айтатын жер емес, біреуді бір тәрбиелейтін жер емес. Ол тек қана адамға ой салатын орын ғой. Жалпы театр это храм искусства дей ме? Сондай сияқты. Ол театрға жалпы өзі бір сол жағынан қарайды да, көрермендер неге аз ғой спектакльдерге, мынау сонда ақшасын қалай өтейсіңдер, неге, сондай сұрақтар көп болады бізге. Мысалы бұл театр сол үшін жаралған дүние да, сол халыққа жай ғана бір аздап ой салу үшін ғана. Менің ойымша негізі осы өндірістік қалаларға, енді орысша айтқанда хлеба зрелище дейді ғой, өндірістік қалаларға керісінше осындай бір көңіл көтеріп, жұмыстан кейін демалатын жер керек ақ секілді. Мысалы бізде енді Алматы, Астанадағыдай анда-мында қыдыратын көп таңдау жоқ қой, мысалы. Театрға барады, спортқа барады, концертке барады, басқа қайда барады. Енді көбіне көп халықтың көңіліне қазір жалпы арзан әзілді, арзан комедиялар, солар жаулап бара жатыр ғой енді халықтың көңілін. Дегенмен де соның арасынан театрға келетін көрермендерімізге біз алғыс айтамыз, мысалы, соған кетпей. Ол өндіріс қала болғаннан кейін көп жағдайда негізі баяғыда біздер осы театрға келе таксиге мінесің, сол кезде театрға десең, қай театр деп сұрайды. Атырауда бір театр ғана бар ғой аға дейміз біз. Олар сонда филармонияны да театр дейді, олар ДК Құрманғазында театр дейді, сондай кездер болды ғой. Сода қазір мысалы енді Атырауда 2 театр бар. Мысалы біздің үлкен театр, одан кейін жастар театр бар жағында мысалы. Оның өзі театр өнерінің дамып келе жатқан білдіреді ғой Атырауда. Көрерменнің соған ыңғайын тауып келе жатқан халықтың. Сондықтан енді
түсінікті. Енді Артур мырза, сіз сатира театрларына көзқарасыңыз қалай? Осы бір кездері өзіңіз де сол сатира бағытына бет бұрып соны бір ашуға әрекеттендіңіз. иә, сатира театрына көзқарасым өте жақсы. Ол бізде дұрыс дамымаған жалпы. Бұрынғы кезде өзің білесің, ара дейтін журнал болды совет одақ кезінде. Сол бүкіл елдің кемшілігін, жаңағыдай дамымай жатқан жаңағы кемшін тұстарын бәрін жіпке түсіп, арамен инесімен шаншып түйреп отырып, бүкіл бәрін сынап отырды да. Біздің сатира театрда сондай деңгейде болады деп ойлаймын, болу керек деп жалпы. Мен сатира театрын ашам деген ойым болған жоқ, жай өнерге шығармашылық жастардың басын қосқаны сондай бір кездер болды. Сатира театрын ашу үшін үлкен құрам керек, үлкен жұмыс керек. Ол өте қиын нәрсе негізі. Жалпы бізде республика бойынша сатира театрлары бар ғой, жаңағы әзіл-сықақ театрлары. Фестивальдер тұрады. Мысалы біздің Атырауға олар келсе, бізде халықтың несі жақсы да, жиналуы, келуі. Сондай жеңіл нәрселерге бір жағынан көпшілік не үйіру. Халық яғни бір бас қатырып ойланғысы келмейді, бір күліп кеткісі келеді дейсіз ғой, көңіл көтеріп демалып. Нұрбек мырза, осы бәлен жылдан бері сахнада жүрсіз, бір-екі бір қызықты оқиғаңызды айтып беріңізші. Естен кетпес. Естен кетпес дейді енді. Болады ғой, әртүрлі форс-мажорлар болып қалады ғой, енді гастрольде болсын. Қызықты оқиға дейтіндей енді бір ана. Или бір-біріңіздікін айтуға болады. Жаңағы Қарагөз спектаклінде жас кезде сол енді келіп ойнап жатқан кезде сол ең алғашқы қойылым, ең алғашқы басты рөлім. Сол кейде болады ғой, ана жерде атып шығасың да Қарагөз деп отыра қалып, ерке майдан екерсің ау деп әнмен бастаймын. Сон спектакль ойнап жаттым да жүгіріп шықтым да Қарагөз дедім да еркем ай деп жоғары кетіп қалғанмын ғой. Дәнекерсің дедім ғой. Жұтынып бүйтіп үлгергенше залдан келді ғой, қасқа деді ғой. Үлкеніңіз дауыс жетпейді ғой мынаның деді. Мен ана жерде ары қарай рөлімді қайтып ойнайтын білмей үстімден сұп-суық тер шыққан. Димаштың даусына қарай кетіп қалғансыз. Қарагөз маған қарайды, мен оған қарай, ары қарай әнді айтам ба, айтпайым ба, қызықсыз болып сонымен әрек сөзімді жалғастырып бітірген жерім бар. Сондай бір аяқ астынан көрерменнің арасынан келген қиын болады, жалпы негізі. Түсінікті. Артур мырза, сіздің бір кездегі осы Катя келе жатыр деген өзіңіздің шығармаңыз көптеген халық театрларында қойылды. Кейін осы өңдегеніңіз бар, бір-екі аудармаңыз бар. Нағашыңыз секілді драматург болу қаншалықты қолынан келеді деп ойлайсыз? Драматургия дейтін өте қиын жанр жалпы. Мұхтар Әуезовтің өзі бұның қиындығын мойындап кеткен. Драматургия дейтін кесір жанр деген сөзі қалған Мұхтар Әуезовтің. Шынымен де ол кесір қиын жанр. Жаңа режиссерлық шешімдерін, жаңа сахналық шешімдерін бәрін білу керек, түсіну керек. Сондықтан жаңа драматургия саласында драмалық шығармалар жазып жүрмін. Бірақ толыққанды бара алмай жүрмін әлі. Себебі өте қиын. Ақындықпен қатар алып жүруге бола ма екен? Жалпы болады жазуға. Ол үлкен еңбек. Оны жазып білу керек меніңше. Рахмет. Нұрбек мырза, осы актер өз режиссерін таппай өмір бойы бағы жанбай кетуі мүмкін бе? Және ондай адамдарды кездестірдіңіз бе өзіңіз? Әрине, ондай болады. Мысалы, бір адам келіп ашуы мүмкін ғой, актерді ішінде жатқан несін дәл түсу мүмкін да, ішіндегі жатқан сол кілтіне дәл түсіп сонымен ашып шығару мүмкін. Көп актерлар ашылмай қалады ғой, көп актерлар. Өйткені ол бірден келе салып бір жұмысқа кіріспегеннен кейіннің өзінде де кішкене өзін-өзі сенімсіздік пайда бола бастайды. Сөйтіп өзін-өзі байлай бастайды. Екінші план болып қалды, сөйтіп массалық болып қалды. Массаға қарай кете береді, артқа қарай. Сол кезде бүйтіп келіп сол адамды сен шықшы деп шығарып алып шығаратын режиссер болса, ол керемет қой. Ондай режиссерларды мен көрдім. Бір-екі актердің кәдімгі бағын ашқан кәдімгі енді.
ол біздің театрда да бір екі актерді бүйтіп ашқан режиссерлар бар. Сондай әркім қарап жүріп режиссерлар өздері ашады ғой. Енді ондай болады, енді ол өте ауыр нәрсе. Артур мырза, осы театр репертуарын таңдауда сізбен қаншалықты санасады, ақылдасады? Біз театрда көркемдік кеңес деген кеңес бар. Бірнеше мүше бар, Нұрбек те мүше ішінде. Сол көркемдік кеңеске пьесаларды келіп ұсынамыз. Мен өзім де ұсынамын. Басқа да пьесалар келіп жатады, режиссерлар ұсынады. Сол жерде талқылайды. Ол тек қана менің ғана көзқарасым емес, көпшіліктің көзқарасымен. Бұл пьеса қажет пе, дауысқа салып қажет пе, қоғамға қандай пайдасы бар деген сияқты мәселелер сол жерде шешіледі. Сөйтіп пьеса таңдалады. Енді Нұрбек мырза, қазақ театрының негізгі кемшін тұстары, әлде жетпей жатқан бағыттары деп нелерді айтып кете аласыз? Қазақ театрының кемшіл тұстары, негізгі кемшіл тұстары бұл енді қазір енді европалық театрлар, россияның театрлары басқа бағытта кетіп бара жатыр ғой бәрі. Ал біз сол басқа бағытқа өзгерсек, көрермен келмей қала ма деген қорқыныш болады да. Оны көрермен түсіне ма деген сосын сұрақ қойылады. Яғни дәстүрлі форматтан сәл бұрылып кетсек дейсіз ғой. Әлемдік театрдың деңгейіне қарай солардың істеп жатқан жұмысымен бұрылсаң, онда оны біздің көрермен түсіне ма? Бізге көрермен келмей қалмай ма деген қорқыныш. Жаңағы мен осының басында айтып отқан театр пайда табатын жер емес деп отқаным осыдан. Ол дейтін сол жағынан дами алмай тұрмыз біз. Мен қоса кететінім жаңа әлемдік театр тенденциясында сөзді азайту процесі бар қазір. Сөз аз, іс-қимыл, действие көп та. Қазақ театрларының кемшілігі деп айта алмаймын, бірақ бізде әдебиетпен құрылған пьесаларымыз. Жаңағыдай монологтар, диалогтар дейсіз ғой. Басқа әлемдік театрларда ол сөз азайтып, действиемен жұмыс жасайды. Сол неше түрлі бағыттарда сынап көреді, эксперимент бағыттарда. Жалғыз адамдық бір отырып ешқашан тұрмай ойнап шығатын рөлдер болады, мысалы. Сондай бағыттар бар. Біздің театрымызда да сондай бағыттарға жалпы бет бұрып эксперименттер жасап көреді. Күні кеше Нұршат Аралбай дейтін актрисамыз театр сахнасында оркестровый ямада өнер көрсеткен. Жарайды, рахмет. Енді бұйырса алдағы уақытта сіздердің тағы да қызықты премьерларды, әртүрлі эксперименттерді күтетін боламыз. Арнайы уақыттарыңызды қойып бізге келгендеріңізге көп рахмет. Құрметті тыңдарман, ардақты көрермен, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Келесі жолыққанша қош сау болыңыздар.